Hi guys, барлығына сәлем. Біздің арнамыздағы adverbs үстеулер тақырыбына арналған кезекті екінші сабағымызда үстеулердің түрлерін сіздерге айтып түсіндіретін боламыз. Видео сабақты соңына дейін қарап, үстеулер тақырыбын жақсылап түсініп алсаңыздар болады. Ендеше сабағымызды бастайық. Adverbs ағылшын тіліндегі үстеулердің алғашқы түрін мекен үстеулерінен бастап түсіндіреміз. Қазақ тілінде де бар мекен үстеулері. Қазір оларға қандай сөздер жататынын, сөйлемде қалай келетіндігі, соның барлығы мысалдармен түсіндірілетін болады. Ендеше мекен үстеулеріне жататын сөздермен таныс болыңыздар. Here, мында, осында. There, анда. Inside, ішінде. Above, үстінде. Outside, сыртында. Below, астында. Бұл сөздер сөйлем барысында үстеу болып та, предлогтар болып та келуі мүмкін. Және де somewhere, қандай да бір жерде, болымды сөйлемдерде қолданылады. Anywhere, кез келген жерде. Және де nowhere, еш жерде, еш қайда, болымсыз нұсқада қолданылады. Ары қарай мысалдармен түсіндіретін болсақ, I will stay here until spring. Мен осында көктемге дейін қаламын. I will stay here until spring. Here деген сөз бұл жерде мекен үстеуін көрсетіп тұр. Яғни мен осында көктемге дейін қаламын деп мекенді білдіріп тұр. Келесі, where are you going? Сен қайда барасың? Where are you going? Nowhere, еш қайда. Where are you going? Сен қайда барасың? Nowhere, еш қайда. Мекен үстеуін білдіріп тұр. Келесі мысал, I left my bag somewhere, don't remember where. Мен сөмкемді бір жерде қалдырдым, бірақ қайда екені есімде жоқ. Somewhere үстеу болып тұр. I left my bag somewhere, don't remember where. Кез келген жерде, қай жерде қалдырғаны есімде жоқ, бір жерде қалып кеткен зат жайлы айтып жатыр. Жалпылама мекен үстеулері түсінікті болса, ары қарай мезгіл үстеулерін түсіндіретін боламыз. Мезгіл үстеулері осы уақытқа дейінгі шақтардың барлығында қолданылған, яғни барлығына түсінікті сөздермен қолданылатын үстеудің түрі. Яғни әрбір сөйлемде кез келген бір мезгілді көрсетіп тұратын үстеу түрін мезгіл үстеулері деп атаймыз. Қазір біз сіздерге мезгіл үстеулеріне жататын сөздер мен мысалдарды келтіргенде сіздердің естеріңізге міндетті түрде түсетін болады. Мезгіл үстеулері мыналар. Now, қазір. Then, сол кезде, сол уақытта. Today, бүгін. Tomorrow, ертең. Before, бұған дейін, осыдан бұрын деген жағдаяттарда қолданылады. Және де recently, соңғы кезде. Және де once, бірде. Never, ешқашан. Ever, бұрын соңды осы уақытқа дейін. Always, үнемі. Often, жиі. Seldom, сирек. Usually, әдетте. Енді осы үстеулерге сөйлемдер құрастырып түсіндіріп өтетін болсақ, I didn't see him before. Мен оны бұрын көрмеппін. I didn't see him before. Бұл жерде біздің үстеу before. Мезгілді көрсетіп тұр, оны бұрын көрмегендігін, бұрын соңды ол адамды көрмегендігін айтып тұр. I didn't see him before. Келесі мысал, They have been working hard recently. They have been working hard recently. Соңғы кезде олар жұмысты бар ынтасымен істеп жүр. Соңғы кезде. They have been working hard recently сөйлемінде екі үстеу кездесіп тұр. Working hard және де recently. Бізде working hard іс-әрекетті, оның жұмысты бар ынтасымен істеп жүргендігін білдіріп тұрса, recently бізде мезгіл үстеуін соңғы кезде деген сөзді білдіріп тұр. Ары қарай, I'm afraid that she will never forgive you. I'm afraid that she will never forgive you. Ол сені еш қашан кешірмейді деп қорқамын. Бұл жердегі сөйлемдегі біздің үстеуіміз never, еш қашан. Ол сені еш қашан кешірмейді деп қорқамын деп тұр. Тағы да бір мысал. Tomorrow we will be better than today. Tomorrow we will be better than today. Ертең біз бүгінгі күннен де жақсы боламыз. Бұл жерде екі мезгіл үстеуі кездесіп тұр. Tomorrow және де today.
ертеңгі күн мен бүгінгі күнді айтып тұр. Салыстырмалы түрде келіп тұрған сөйлем және де екі мезгіл үстеуі кездесіп тұрған сөйлем. Ертең біз бүгінгі күннен де жақсы боламыз деп жеткізіп тұр. Осымен біздің бүгінгі видео сабағымыз аяқталды. Бұл сабағымызда сіздерге арналған мекен және мезгіл үстеулерін нақты түсіндіріп бере алдық деген ойдамыз. Егер видео сабағымыз ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп отыруды ұмытпаңыздар. Және де ағылшын тіліндегі үстеулер тақырыбы бұнымен аяқталған жоқ. Келесі сабақта үстеулер тобының тағы бір түрін сіздерге түсіндіріп өтетін боламыз. Келесі сабақтарымызда кездескенше сау болыңыздар.